Барлықтарымыз қараймыз. Ертең қазақ аруы болады. Осы жерде қатысам деушілер конкурсқа келіңіздер. Жарай ма қыздар? Дайындалып келіңіздер. Екі турдан тұрады. Бірінші таныстыру, екіншісі өз өнері. Не болады? Бұл жерде қазақ аруы болайын деп жатыр. Соған конкурс өтеді. Ертең осы жерде бұйырса, соған келіңдер. Жарай ма қыздар? Қатысам десеңдер, ертең дайындалып келіңдер. Всем пока. Давай, тарқалыңдар қыздар. Таралып кетіңдер, давай. Сен қазақ аруына қатысшы. Мен қорқамын. Сен қазақ аруына қатысуға лайықтысың ғой. Может, қатысып көрейін. Бұл аруда біз ұтайын деп тұрмыз ғой, очевидно ғой. Иә, сол ғой, олар ұтылмайды сияқты. Конечно, ұта алмайды, біз ғой, крутой район. Соны айтамын. Вот, Фатима, сен әдемі болып тұрсың, сен ол сайыстан ұтасың. Шын ба? Иә. Ұтам ба? Иә. Қыздар, келе беріңдер, қатысушы қыздар, келіңдер. Қыздар, барлықтарың қош келдіңдер. Қатысатын қыздардың саны 3. Тағы да ажықта 3 қыздікі болады. Сонымен біз бастай берейік. Бірінші таныстыру. Кім бастайды? Фатима, сен бастайсың ба? Бастаймын. Мынау ба, егетіні, соны айтамын. Ау деген қазақ ауылынан өзінше болып келіпті ғой, қалай жеңеді, батанша болып. Точно біз жеңеміз ғой. Ой, ұтамыз. Сәлем, мен Фатима. Мен 11 жастамын. Мен Атырау намысын қорғаймын. Сәлем қазағым. Мен сіздерге қарап басым деймін. Менің атым Мисс Эмилин. Мен осы Атырау қаласындағы Лисхоз районы қорғауға келдім. Сәлем, мен атым Мисс Камок. Мен осы Астанада келіп, мен осы қазақ ауруынан гран-при алып, ұтатын шығармын. Қыздар, енді келесі тур бізде өз өнері. Сендер өздерінің өнерлеріңді көрсетіп, осы жерде сендерді қарап отқан қыздар, ұлдарға өз өнерлеріңді барынша паш етесіңдер. И сосын сендерге комментарийде кім жеңді, кім жеңбеді, ошақтағы YouTube оқырмандар айтатын болады. Өзім, конечно, жеңіп тұрмын ғой. Ойбай. Кім өнер көрсетеді қыздар? Мен. Сен көрсетесің ба? Иә. Мен гастролиттің бәрін билеп, барлығыңызды ауздарыңызды аштырып таңғалдырамын. 1, 2, 3 бастаймыз. Келесі қатысушымыз Фатима. Мен бүгін энергетика туралы айтамын. Энергетика ол біздің табиғатымыз. Газ, су, ол бәрі табиғат. Олмен дұрыс қолдану керек. Дұрыс қолданбасақ, энергетика бәріне жетпей қалу мүмкін. Фатима, сен жақсы тақырыпты қозғадың. Өзекті мәселелерді қозғағаның үшін саған рахмет айтамыз. Жастар осылай ақылды бола берсін. Рахмет саған. Қыздар, барлықтарың жиналыңдар. Так, қыздар, енді сендерге қазір осы жерде отқан қатысушыларымыз дауыс берсін комментарийға. Сосын сендерде қазақ аруы кім болған айтатын боламыз сендерге. Ал құрметті қатысушылар, біздегі YouTube'тағы көрермендеріміздің барлығы дауыс беріп болды. Кімде бал көп деп ойлайсыңдар? Кім көп жинады деп ойлайсыңдар? Бізде оқырмандарымыздың көпшілік дауысы Аминаға берілген екен, бірақ одан да көп Фатимаға берілген. Қазақ аруы, Фатима, құтты болсын. Рахмет. Привет, Таяна. Базарға барып, киім алып келейік, и мектепте күшті болып жүрейік. Давай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына жерде күшті киімдер бар. Қандай киімдер аласыңдар? Апай, маған күшті киімдер бермесін. Біз мектепте супер күшті киім қыздар болып жүретін едік. Күшті киім бермесін. Бұл жерде бар ма? Қыздар, ақшаларың бар ма? Иә. Мынау күшті, мынау күшті, мынау күшті, мынау күшті. Қайсысын аласың? Мектепте науи болып жүр. Мен мынау аламын.
ақша бер. Пока. Пока. Сау болыңыз. Әдемі болып тұрмыз біз. Біз мектепке барғанда балдар бізге қуанып, бізбен дос болатын шығар. Саламатсыздар ма балалар? Келдіңдер ма сабаққа? Иә. Сабақтарын орындаңдар ма? Иә. Аха, сосын бар ғой, біз мектепте көктем аруы ойын деп жатыр ғой, білесіңдер ма? Кім қатысады? Қатысасыңдар ма көктем аруына? Иә. Қатысаңдар, дайындалыңдар. Басты жүлдеге 200 мың теңге береді. Біз дайындайықты, бірінші ойын біз аяқты. Иә. Қызым, балам отыра ойында шайларын ішіп алыңдар, иә? Сосын сендерге базарға апарып киім алып беремін, мақұл? Иә. Отыра ой. Балам, шайың ішіп ал. Шай ішіп алдың ба, Амина? Иә. Болдың ба? Жүріп кеттік онда базарға барайық, иә? Жүре ғой базарда, мен саған күшті киім алып берейін. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар, Сатуша апай. Сатуша ағай, сіздер бізге арзандау қылып бересіздер ма? Мынаны ұнатып тұрмыз, алсақ деп едік қой, бересіздер ма? Қымбат тұрады. Қымбат па не? Онда қайсысы арзандау, мынау арзанда тұра ма? Жоқ, кішкене қымбаттар. Қанша теңге бағасы? Бағасы 5.000 Кетпа. 5.600 теңге ма мынау? Кетпа. Балам, неге айтып Ей, клиентпен қалай сөйлеседі балаңыз? Қазір алмай кетіп қаламыз әйтпесе. Мынаны беріңізші онда қызыма. Жоқ, мен онда қызыма қымбат күштісін алып берейін, иә қызым? Онда мен мынаны алайын. Осыны бұл қанша теңге, бағасы қанша теңге? 10.000 теңге. 10 теңге ма? Онда осыны аласың ба қызым, ұнап тұрма саған? Давайте онда беріңіз онда осыны. Ақша қайда? Ақша ма? Қызым ақша қайда? Каспиде ғой. Каспиден аударамыз. Номеріңізді айтыңыз. 260 теңге. Давай қызым киіп көрші мені. Міне әдемі тұрды қызыма, болды. Рахмет сізге, аударып қойын, ақшаңызды да сау болыңыз. Саудаңыз болсын. Балаңыз бұзық екен сіздің. Клиенттермен олай сөйлесек, клиенттер алмай кетеді. Сау болыңыздар. Кетпа. Қызым, мен сені кафеге апарайын, иә? Саламатсыз ба? Бізге бір пицца беріңізші. Рахмет, қызымна пиццадан алып жеп алайық, иә? Сок та беріңіз, иә? Сокпа, рахмет. Күшті екен. Жақсы екен, иә, мына кафе қызым, иә? Ол не? Тамақ па, тамақ? Шай ма? Шай дейді. Шай да күшті екен, рахмет сізге.